Киберқылмысқа қарсы іс-қимыл басқармасы азаматтарды хабардар етеді. Осы жылдың 16 қыркүйегінен бастап дроптар қылмыстық жауапкершілікке тартылады. Қазақстан Республикасының қылмыстық кодексінің 232 бабының бірінші тармағы заңды күшіне енеді. Аталған бапта басқа тұлғаларға банк шотын, картасын немесе өзге де деректер қолма-қол ақша алу немесе қаражат аудару үшін қасақана беру, сондай-ақ бөтен банк шоттарына қасақана қол жеткізіп, оларды қылмыстық мақсатта пайдалану үшін сатып алу әрекеттері үшін 7 жылға дейін бас бостандығынан айыру жазасы қарастырылған. Бұған дейін дроптар азаматтық жауапкершілікке тартылып, олардың әрекеттеріне қылмыстық баға берілмеген болатын. Ең жиі дроптарға студенттер айналады. Қылмысқа қатысушы болмас үшін өз банк деректеріңізді бөгде адамдарға бермеңіз. Банк картасы немесе шотын беру арқылы жеңіл табысқа келіспеңіз. Күдік тудыратын жағдайларда құқық қорғау органдарына немесе банк бөлімшесіне жүгініңіз.